Қызыл балықты осындай етіп турап аламыз. Мындай қылып турап алдық балықты. Лимон шырынын сығып аламыз. Сарымсағымызды күштен өткізіп аламыз. Мындай 2,5 вилкадан өткізіп аламыз. Хуршымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Майымызды құямыз. Құямыз. Енді жақсылап балығымызға сіңіреміз. Маринаттаймыз. Балық лимон жақсы көретін бәріміз білеміз. Лимон қосса өзінің дәмі ашылып, одан үстіне дәмділік үстіне дәмі қосылады, жақсы дәм қосылады. Және артық балықтың дәмі лимон шырыны, мысалы балық ұнатпайтындар болса, алып кетеді. Қызыл балықтың орнына тауық қолдануға болады, тауық етін. Тауық етінде осылай лимондап, маринаттап алып, немесе қуырып салатымызға қоса берсек болады. 15-20 минутқа осылай маринаттап қойып аламыз. Табамызды отқа қойып, өсімдік майын құйып, сары майымызды саламыз. Сары маймен араластырып қыздырғанда балығымыз нәзік болады. Нәзік болып піседі. Енді майымызды қыздырамыз. Енді қызған табада балықтарымызды қуырамыз. Маринатталған. Осылай қуыра отырып пісіреміз балықты. Тауығымыз қуырылғанша 240 қабатымызды турай береміз. Балығымыз осылай қуырылды. Енді осы астын сөндіріп, суытуға қоямыз. Енді суытуға қоямыз балығын. Болгар бұрышымызды тураймыз. Апельсинімді турап аламыз. Тастары болса алып тастаймыз. Менікінде тас жоқ апельсин екен, онда турай береміз. Балығымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Татымына қарай өзіңіз қалауыңыз бойынша саласыздар. Лимон шырынын сығып аламыз. Бөлек ыдысқа.
Майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз майымыз бен лимонымызды. Салатымызға құямыз. Қызған табада кунжут дәндерін қуырып аламыз. Осылай сарғайтып аламыз. Бөлек ыдысқа салып түсіріп аламыз. Себебі табада тұрса, күйіп кетуі мүмкін. Осылай түсіріп алып, бөлек тәрелкеде суытамыз күнжіт дәндерін. Енді салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Дәмін қарайсыздар, татымы төмендеу болса, тағы да молырақ қосуға болады. Мен қазір балдарым болғандықтан, лимонды көп шырынын ұнатпайтындықтан мен аз қосып тұрмын. Лимон шырынын сіздер молырақ қоссаңыздар да болады. Былай апельсинімізді бөліп аламыз. Жіңішкелеп турап аламыз осылай. Мынадай ыдысымызды аламыз. Мен ортасына гүл жасап аламыз. Жаңағы сарғайтып алған, қуырып алған күнжіт дәндерімізді себеміз. Үстіне гранат дәндерін себеміз. Мінекей осындай салатымыз дайын. Мерекелік салат десе де болады. Құрамында қызыл балық бар. Оны балықпен, етпен де, балықпен де қосып, жаңағы жасауға болатын салаттың бір түрі. Бұл жеңіл салат түріне жатады. Құрамында майонез, қаймақ ештеңе жоқ. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.